Мына достарға бір қол соғып жіберейік ағайындар. Рахмет. Кешіріп қойыңыздар ағайындар. Бұлар не істеп жатқандарын білмейді негізі. Шын жүректен осылай дайындап келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Өте әдемі, өте керемет шықты деп ойлаймыз. Енді амал жоқ. Сіздердің тойларыңыз болғасын, өте керемет шықты деп айта салайық. Біз де бір шапалақ соғайық ағайындар. Достарына. Идите туда. Нормально ақша жинадыңдар ғой, тойдың жартысын қайтардым. Давай. Анжаққа барыңдар, анжаққа барыңдар. Үй жон, тамақ ішіндер, сок ішіндер, адам қан ішпеңдер, анжаққа барыңдар. Келе ғой мен қасыма. Сол жаққа өтші. Асқардың группа поддержкасы сол жақ. Оң жағын демейміз, сол жақ. Онша емес. Жақсылық оң жақ. Вот, міне осылай. Рахмет. Тағы да сұрайын. Сол жақ Асқар. Жақсылық. Без музыка көрекші. Жақсылық. Асқар. Асеке, Алла берген нешеу сізде? Шеу. Көбейсін ұрпағың. Жердің бетін қарақтай қаптағанша, жердің бетін албандар қаптай берсін. Ау, мен де бір жабалақ соғып қояйық. Бетеміз. Семейне сайыс қылайық. Оң жақта сіздің поддержкаңыз мықты, өткені бәрі сау. Сол жақ Асқардың поддержкасы. Бұлар қазір іштеген оқпайды. Любоймен жарысып береді. Асқар үшін до конца тұрып береді. Солай ғой? Асеке, жай тұрмаймыз, дирижердің рөлін сіз орындайсыз. Мұн жаққа достарыңнан мына столдан бастап до конца класстастыға үшін бәріне өлең айтқызамыз. Сіз мұн жаққа қай жақ мықты айтады, 1-0, 2-0 келісіп отырамыз. Оң жақ тыныш отырамыз. Бірінші Асқардың достарынан бастадық. Жібер! Кеттік ал! Өмір. Ай. Мен де сенің Асеке, сразу айтайын. 2-3 стол ғана нормально айтып жатыр. Мұн жақта бәрі айтады. Жүрші мұн жаққа. Кеттік ал! Ай. Масқарам шығардыңдар ғой менің. Мұн жақ жамандап атсам. Бетік, екі жақ бірге айтсын. Жібер маэстро. Бір ауылдың төлеп ұшқан жастар едік. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Бәрімізде жазылмаған дастан. Коллектив, достар, қосыламыз, кеттік. Біз дәуірдің мөлдіреген. Бәріміз бір өмір жолын. Армандастар қайда. Замандастар. Мария Магдалена, талайдың арман едің, мен үшін қалған емі, өзіңсің жаным, ай. Чип. Маған қарап чип дейді, тұрым қоразға ұсап тұрма менің. Дальше маэстро. Рахмет. Стоп. Сіздер отыра берсеңіздер, концерт көріп. Біз өзіміз концерт құрып береміз сіздерге, е? Асқар үшін до конца ма? Туған күн иесінің поддержкалары өзі да жоқ. Дальше. Стоп. Рахмет. Қазақша өлең айтайықшы, қазақша өлең. Бір өлең жібер. Мына кісілер білетін. Мен білем. Көзімнің қарасы санасы бітпейді іштегі. Мен Жақсылықтың жеңгесімін. Өте қуаныштымын, апа. Мен күйеу. Өзін таныстырып отыр ма?
Аға білем ғой күйеуіңіз екен. Күшті пара екесіздер. Ден, ночь сияқты кәдімгідей. Қабыл ал балаңның сәлемін даған. Қабыл ал балаңның сәлемін. Ақ кофта киіп отқан қыз, келіңізші ортаға. Ақ кофта. Да, сіз шашын, бира шашын қасында отырған. Вы. Билеп шық. Билеп шық. Билеп. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кім боласыз? Мен туыс болып келем, жақсылыққа. Туысқан, иә? Жақсылық ханымның туысқаны. Қай жақтан келдіңіз? Осы Алматы қаласынан. Алматы қаласынан. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы. Ары қарай кеш. Бітпейді-ау іштегі ғашықтың жарасы. Өте әдемі. Бүкіл өлеңге өзі кәдімгідей мойнын бұрып, айтып, мынау сізге алыңыз. Рахмет. Кім? Қатираш дедім ғой. Кім еді атыңыз? Мадина. Кім боласыз? Туыс болып келем. Күте тұр. Тағы біреу бер жөнейін деген ба? Күте тұр. Өте керемет. Асқарға балдыз боласыз ба сонда? Или қайнапа ма? Балдыз болады, е? Я бал. Күте тұр. Біреуін алыңыз дейм, қалған салыңыз дейм. Адам не ұрысына дейм. Қайтпай деген ол да. Айшын ойнатып атсам, тағы алып атыр ғой, құдай-ау. Мына жақта отырған анау үш қыз тұрып тұр ғой, мына қара көйлек киіп алған. Я, соның ішін қасында тұрған братан кеш. Шапалақ соғып жүрек ағайында. Красавчик. Рахмет. Не үшін деш? Не үшін? Тым айтпай тұрғаның үшін осы саған. Братан. Жеш, маэстро. Тағы да күшті өлең айтып отырған коллективтердің ішінде Тау ағамның жанында отырған, бағана ойынға шыққан қыздың жанында отырған қыз. Я, сіз. Ана кісін шақырып жібересіз ба? Ақ көйлектегін, я. Ақ көйлектегі. Жұбайыңыз шақырып жіберіңізші. Рахмет. Братан, зеленый киіп отқан шақырасызшы. Келіңіз ортаға. Жо, сіз келіңіз. Билеп шығады. What you gonna do with all that junk inside your trunk? Рахмет. Есіміңіз? Аида. Шапалақ Аида. Бірге жұмыс жасаймыз, е? Я. Қай жақтың қызсыз? Алматы. Ұруыңыз? Найман. Аджаре Гуджу. Салам алейкум. Бісміллә. Очки тағы отқан братан кешсін, я. Маэстро. Билеп шық. Рахмет. Тоже сақал не рабочий екен ғой, я?
Ассалаумалейкум. Есіміңіз? Еркебұлан. Кім боласыз? Көршісі. Көрші ақсы, тәңір ақсы деген бар. Ана братанға түсіндіре алмай өлетін болдым ма бүгін бар ғой. Ол да маған қарап тұрады екен. Көрші ақсы, тәңір ақсы. Дұрыс па? Көршің бай болса, көршің соқыр болса, қысып жүр деп бір көзін қысып жүр, иә? Өте дұрыс. Брат, кімде кім Аллаға иман келтірген болса, көршісімен жақсы болсын дейді. Көршің қандай? Керемет. Көршің қандай? Керемет. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сосын мына жақта өзіміздің арамызда профессор мырза отыр. Профессор аға, сізді ортаға шапалақпен шақырайық. Рахмет. Ешқандай билеудің, өлең айтудың қажет жоқ. Ел үшін төккен ермегің үшін жаңағы ақшаң тауып атсың ғой, өзің үшін ғой, бірақ мынау сізге бірақ. Алдарыңызда доктор наук человек паук дейсің. Шапалақ соғып жүрейік ағайындар. Отырып қойыңыздар. Және біздің коллективтеріміздің арамызда орамал ақ тағып отқан, ақ орамал тағып отқан, салатовый цвет киіп отқан кісіні ортаға шақырамыз. Просто ортаға билемей шықсаңыз да болады. Өткені сізге болмайды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жұма қабыл болсын. Жұма қабыл болсын. Басқа не айтам оқысыға жаным? Және біздің арамызда өте керемет бір тәте отыр. Бірақ оны ешкім байқамай отыр. Мен байқап отырмын. Ол мынау очки тағып отқан, жасыл киініп отқан тәте. Тәте, өзіңізді қарап тұрсыз ғой. Тәте, сіз шапалақ соғады тәтеме. Келіңіз ортаға. Маңызды емес, бірақ мен өзім тамада ретінде риза болған қонақтың бірі сіз. Неге? Кішкентай бала шықса да тамағын салатын бәрін қойып, артқа қарап, соны тыңдап, сосын қол соғады. Бұл құрмет сізге және сізге болып жатыр. Есіміңіз кім, апа? Сәуле. Өте қуаныштымын, апа. Қайда жұмыс істегенсіз кезінде? Агуда жұмыс істедім. Мұғалім ба? Иә. Опта, апа. Осыны қосып бер. Беріп атсың ғой өзің? Машалла. Соң қайтарса енді елдің көзінше. Сәуле тәте, аман болыңыз. Мына сыйлық сіздің құрметіңізге бір қол соғып жібереміз. Және мынау сыйлықты мен ортаға сіздердің шапалақтарыңызбен, енді Арманның да столына кішкене көңіл аударып жіберейін. Арман, братан, ортаға келіңіз енді. Қол соғып жіберейік. Арман, братан. Просто өзіңнің көңілің үшін, братан. Рахмет. Осылай тойда кездесе берейік. Мынаны алда, ана сөйлеп атқан братанға апарып берші. Пупсик, мой сладкий пупсик. Және мына сыйлығымызды осы тойда любой жігіттен өте аккуратно, әдемі, таза киімде, необычный киім, өзіне ғана жарасады. Братан, кеш, жасыл көйлектің ар жағында отырсын. Иә. Кеш, иә. Саранья. Харайр. Рахмет. Самый необычный прическа у кого? Самая необычная прическа. Ең необычный прическа кімде? Қол көтерсін. Қол көтерсін. Жоқ, о, братан да. Қайдағы прическа, братан, көзін көрмей ма? Ең әдемі прическа жасап келген. Жігіт па дегеніз, қыз балада әрине. Ең әдемі прическа кімде? Жібер, класстастар. Жібер. Өте керемет прическа. Прическаның аты қалай аталады?
Мен білем. Сіз айттыңыз, сосын мен айтам. Ұмыт қалды бара айтқан. Білмейсіз ба не? Прическаның аты каскасыз мотоциклмен келді деген прическа. Көтеріліп кеткен ғой. Екінші ең әдемі прическа коллективтердің арасында бира шашты қыз. Бира шашты қыз. Ақ орамал тағып отқан бержандағысы. Келіңіз ортаға. Бира шашты қыз. Есіміңіз? Анар. Анар. Мына прическа өзіңіз жасаттыңыз ба, или тума солай ма? Сама сделала. Ау? Сделала. Түсіне жоқпын. Екеу болды, мен түсінбейтін адам, в общем, біреу ана кісі, мына. Спасибо. Очень приятно, у вас прическа как Ролтон. Биг Бон. Настоящие китайские блюда. Келесі мына сыйлықты осы тойда от души шынайы жүрген бір жігіт бар. Ол жігіт Қаракөлек. Братан, аржанда. Кеш ортаға. Маэстро. Сіз Асқардың бауыры ма? Енісі болам. Туған? Туған. Саған дым жоқ. Саған дұға еттім. Рахмет. Сен неміне күліп отсың? Өзің де сондайсың. Келесі бір сыйлық. Сонау алыстан келген достары бар ма? Ең алыстан келген. Кім? Ең алыстан. Кім? Мельс, Астана. Астана? Кел, брат, ортаға. Маэстро. Жүрші, Майкл Джексон, жүрші. Тұрмын жаққа. Қол соғады. Маған подарок емес, психолог керек, короче. Ма, братан, қош келдің. Есімің? Мельс бұл. Меліс. Меліс? Меліс па, Меліс па? Меліс. Мелішний деген сияқты ғой, типа. Шапалақ сау жерек. Билек кетші, Меліс. Біз Асқарға және жұбайына бақыт тілейміз ба? Екеуі бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Ну, давайте, шын жүректен бір шапалақ болсын да. Меліс брат билеп кетті, бірін сүйреп кет. Мына тойым не боп кет? Асқарыма қол соғыңдар, жақсылықтың еңбегі бар. Шапалақ, жақсылыққа махаббат. Рахмет. Негізі азан шақырып қойған атыңыз? Жақсылық. Просто мен жездем бар да, жақсылық. Келіңіз ортама. Мына сыйлықты өзің необычный қонақ болады. Либо ерте келеді, я болмаса ең соңынан келеді. Кім? Ерте келген мен Анна Казиевна, коллегам. Кім? Бастығым, ең бірінші бастығым. Кім аты? Анна Айтказиевна. Анна Айтказиевна. Айтказиевна. Өзім апарып берем. Анна Айтказиевна. О кісіге мынау болмайды ау. Үлкен деуін берейік. Анна Айтказиевна. Спасибо. Саламатсыз ба? Спасибо деп қоям, қазақтың кісіген ғой. Қалайсыз апа, жақсыз ба? Мынау ерте келгеніңіз үшін көп рахмет апа. Енді ертерек қайтсаңыз тағы да берем апа. Ең соңғы ән Асқар мен жақсылыққа. Сендерге әрдайым орын бар. Жоқ, қайтадан бәріміз бірге. Оң жақ тоже. Сендерге әрдайым қоныңдар. Асқар мен жақсылық тілерім. Бақытты болсын, ура! Рахмет. Мында
бір досың бар, шын сеніменен дүниең үшін араласады, басыңдағы бағың үшін. Бір досың бар, қалтаңды санап жүреді да, бизнесің бар ма жоқ па, ол астыңдағы тағың үшін, қораңдағы малың үшін. Ал бір досың бар, сенің дүниең, абыройың, дымыңда керек емес, кеудеңдегі жаның үшін араласатын. Сіздің Албаннан шыққан ақиық ақын Мұхан Мақатаев былай жырлады. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым, досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқың, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Ей бауырым, досың көп педі, досым аз менің, досым ау тапшемін, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өз-өзіме мін артып, жауыздың барып жанында уәзір болғанша, досымның барып табалдырығында өлген мың артық. Асқар, жақсылық сіздерге не дейін? Жүргенде дәл осылай достарың сыйлай жүрсін, сендер үшін құшағын жимай жүрсін. Ел сыйлаған екінің бірі болыңдар, әке шешең екі дүниеге сыймай жүрсін. Осындай адал достары, бауырлары, мұңдастары, сырластары. Дос дегеннің ішіне бәрі кіреді. Кластасың бар, жаңа қарыз ал бермей жүргені бар, бергені бар, бәрі кіреді оның ішіне. Дос, кім өзін дос санайды, кім құрдас санайды, кім кластас санайды, барша достар ортаға билеп, билеп. Біреуі банкир, біреуі қасап, біреуі бизнесмен, жолдастарым артыншы, военныйлары да бар. Достар, мен бірақ нәрсе тілейші сіздерге. Отбастарыңызда осындай той бола берсін. Енді 40-тың алды басталып жатыр ғой, жалғаса берсін. Бұл 40-тың басы. Бірақ мынандай нәрсе тілеватын. Сіздерге ең қазаққа тілейтін мынандай бірақ тілек бар. Ұл қыздарыңның рахаттарын көріңіздер. Бүгінгі мынау келген құрметтеріңе Асқардың жақсылықтың атынан сіздерге мыңда бір рахмет. Достықтарыңызды Алла айырмасын. Осылай мәңгі болып жүре беріңіздер. Арман жанса. Ал Асқар жақсылық, бүгінгі тойлары құтты болсын. Той өте күшті болып жатыр. Бақытты балапан болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Ең бастысы дендеріңіз сау болса, балаларыңыздың барлық бақытын жасайсыздар деп үміттенеміз. Үлкен рахмет. Рахмет. Жаңа сары костюм киіп жатқан бала қайда? Міне самый необычный киім. Мынан қолың астында кіндік баласы. Айта ғой. Жақсылық мама. Мен сен мамаң емесмін, әне жақсылық мама. Жақсылық мама, туған күніңізбен. Үй жаным, бақытты бол, ауырма. Айтыса. Жақсылық біздің ұлымыздың кіндік Асекең екеуі, кіндік анасы мен әкесі. Кіндік баласының өзінің сыйлығы бар. Жақсылыққа бриллиант пен жүзік алтын. Соны сыйға тартсын. Жаным ау, мына баланы сүй құшақтап жату керек қой, бриллиант беретін болса. Осы той болады дегеннен бері мен... Бесеңдеш, өздерің басқара берсеңдеш, мен қайта берейін, не істедің? Бір секунд, мына осы той болады дегеннен бері, осыдан бір ай бұрын Сабыржан мен Қорланның үйіндегі кішкентай қызымыз біздің, ол сақина тақтырды. Одан кеше мына Астанадан Тәжібек пен Жанканың ұлы біздің кіндік баламыз. Ол кеше келіп, кіндік мама деп алтын алқасын тағып жатыр. Бүгін мына шексіз шүкір, шексіз рахмет сіздерге. Шүкір, үй жаным, үй жаным. Кімге Асқарға бір дизима, гориллама аласамандар ма қайта бір? Кіндік мамасын туған күні сосын сыйладық, енді кіндік папасына да сыйлайды. В общем, құлақтан теуіп жатыр, конкретно айтайын. Бара ғой, рахмет. Ана, бриллиант тағып атсын ғой, соны іші киіп көре алмай тұрғандар қол соқпайды екен. Шыңғысханға берші на подарканы. Шыңғысхан бұл дүниеде жоқ қой ол. Бала ма? Кіндік балам деп айтсай, Шыңғысхан деген жоқ ол, қайда нешінші ғасырда кетіп қалды. Шина де. Кеше Астанадан кел. Туған күнмен деші? Туған күнмен.
Бүйтсей, балдарға бір группа ашты, WhatsApp'та сөйлесейсен, біз мына тойды бітірейік. Класстастар, болып қалдық па?